Достар, дәл қазір сіздерге қай жерге орналасқанымызды көрсететін болам. Қанша алғанымызды видеоның соңында айтатын болам. Қараңыздар. Короче, мынандай үй. Тап-таза Түркістанда кондермен, как положено, сарағашты. Кішігірім гостиница отырғаны, короче. Немен. Дальше кеттік. Чемодан. Спальный. И мынандай кухнясымен. Бұл жақ примерно мына жаққа жоғалмайын деп тұрмын ғой енді. И мына жақта. Мына жерде ну чё деп қойып отыратын жер болып тұр. И міне Түркістан. Пожалуйста. И осының бәрі 25 мың теңге. Қалай сендер? Су тегін 25 мың теңге. Қалайша мен Түркістанға келіп, қарбыз алмаймын деп, жаңа қарбыз сатып алдым міне. Енді көрейік ал кесіп. Бұнда. Енді бұл жақта кішкене күн шыққан ғой енді. Иісі енді жақсы отыр. Кішкене босап қапты мынау. Кішкене. Мынау тәм бөлісі айдың. Піскетті енді. Екінші қарбыз жап қойшы. Ал енді екінші қарбызды көретін боламыз. Міне бірінші қарбыз кішкене неудачно отыр. Міне көріп тұрсыз, андай уже күнге пісіп, уже міне бассаң уже езіліп отыр. Ал бар үміт осы да. Ну вообще, ой, каша болып тұр ғой. Таңғазай, каша болып тұр оны. Таңғазай, пісіп кеткен ғой. Бір қарбыз жейдем, мынау қарашы ондай. Вата болып тұр, вата. Қарасай? Күнге пісіп кеткен ол. Қарбыз әккендер ма? Білмеймін, қарбыз жеу керекпін. Андай бір сочный кәдімгі. Босамаған қарбыз жегім келіп тұр. Мынау қарасай, босап кеткен қарасай. Каша болып тұр ғой, қалай жейсің. Таңғасында мынау более-менее болып тұр ғой. Бұдан шетінен жеу керек тұр ғой, шетінен қатты да міне, қараңыздар. Қарбыз алып беріңдер. Сафон, қарбыздың да онша емес екен. Қарбыз алып беріңіздер. Новый завоз и мынандай завоз, короче. Енді мынау нормально болмаса білмеймін. Вообще айтты потолок деді. Қанша кетті мына екеуіне? Вообще дәуі неше? 3 мың теңге кетті ғой. Екеуіне ма? Жусай, тексерейік. Сразу тексерейік. Мынау енді білмеймін, свежіға ұқсап тұр енді. Қарбыз жейміз, дерзкий оларсай. Ой, ну, сым қойым қарандар. Наконец-то. Сап қоямыз қазір. Это победа, друзья. Қандай битта? Қарбыз жеп. Достар, екі қарбызды холодильникке салып қойдым, кішкене мұздатып жейтін боламыз. Мына қарбыз ысырап болмасын деп, енді ертең может біреуге сыйлаймыз. Енді білмеймін қалай болады екен, но көреміз. Но ең қызық нәрсе айтайын сіздерге, трейдинг туралы. Сіздер білесіздер, пока что менің ең көп көтерген суммам ол
150 мың теңге толып, и оны біз ана жылы бір атаға берген толбыз. Трейдингпен айналысып жүргенде мен таза пайда 150 мың теңге таптым. Şimdi санап алсаңыз болады, мына бәрі сізге. Ал қазір, оказывается, трейдингта ең қызық нәрсе, біз енді именно алтын дегенмен торговать етеміз да, и алтында қараңыздар, вообще движение жоқ. Тоқтап тұр. Сөйтіп мен ойлаймын, неге ондай десем, оказывается, алтын деген кәдімгі бұның демалысы бар екен. Бұл суббота воскресенье күні қозғалмай тұрады екен міне. Бір орында, и ол кәдімгі адам сияқты екен. Понедельниктен пятницаға жұмыс істеп тұрады екен да. И сол күндері сен ақша істесең болады, сигналға байланысты. Ал қалған күндері кәдімгі мен суббота воскресенье демалып жатыр. Поэтому пока ақша тапқан жоқпын. Бұйырса, ертең понедельник ақша тауып, Түркістанда или Шымкентте бір адамды қуантатын болады. Мен тоқтап тұрып барыңыздар. Тым қимылдамайды. Қойыңа беретін болсақ, бұлар кәдімгі қимылдап, туда-сюда шошаң етіп жүрді. Алтын демалып жатыр екен. Так что сіздерді бұйырса, осының бәріне үйрететін болған. Өзім үйреніп жүрмін, потому что үшін қызық болған деп тұр. Сіздер де бұйырса осылай ақша табасыздар. Мен шын ниетпен сіздерге де көмектескім келіп тұр. Так что күтіңіздер.